Ауzu биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вал акибату лил-муттақин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті жамағат. Жаратушы Жаббарымыз Алла Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Пайғамбарымызға Алла Тағаланың салауаты менен сәлем болсын. Баршамызға белгілі, қазіргі жағдайда біздің елімізде төтенше жағдайлар жарияланып, мұсылмандарымыз барынша дұға тілектерін жасап, хатым құрандар жасап жатыр. Осы төтенше жағдайларға байланысты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғұламалар кеңесі фатуа бөлімі бірігіп жариялаған болатын. Ол баршаларыңызға белгілі. Құрметті жамағат, қазіргі уақытта Алланың қалауымен әлемде болып жатқан жағдайлар баршамызға мәлім. Мынау жұқпалы аурудың себептерінен әр елдер өздерінің халқын сақтап қалу үшін әртүрлі шаралар қолданып жатыр. Біздің елде де сол біздің елдің амандығы үшін, халықтың амандығы үшін, осы жұқпалы дерт кең тарап кетпеу үшін барынша әртүрлі шаралар жасалып жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да қасиетті Құранға, пайғамбар сүннетіне сүйене отырып фатуасын өзінің жариялаған болатын. Ол фатуада біз халқымызды уақытша осы дерттің таралып кетпеу үшін, халқымыздың амандығы үшін уақытша жұма намаздарын тоқтатуға фатуа жасады. Және де онымен қоса жамағат намаздары мешіттерде, білесіздер, қазіргі кезде үлкен мешіттерде жай 5 уақыт намаздың өзіне 400-ге жуық, 200-ге дейін, 300-ге дейін, тіпті 100-ге дейін жамағаттар 5 уақыт намазына келіп, бұрындары құлшылық қылғанын баршамызға белгілі. Осы уақытта сол мешіттердегі 5 уақыт намазды да уақытша тоқтатып тұруға фатуа шықты. Құрметті мұсылмандар, бұның барлығы әрине біріншіден қасиетті Құран аяттарына, пайғамбарымыз хадистеріне сүйеніп жасалған фатуа. Екіншіден біз осы халқымызды барынша осы дерттен аман алып қалу үшін бар шараларды жасауға тырысып жатырмыз. Алла Тағала жасалған шараларды сауаптан болуын Алла нәсіп етсін, қателіктен Алла баршамызды сақтасын деймін. Және де құрметті мұсылмандар, әрине Аллаға сенген мұсылман үшін мешітке бару, жамағатпен намаз оқу бұл үлкен бақыт. Барлығымызда бұл жағдайды ойлаған кезде әрине көңіліміз босап, көзімізге жас келіп жатыр. Осыған дейін бұндай жағдай бізде болған жоқ еді. Намаздан тыйылу, болмаса жамағатқа бара алмай қалу жағдайлары бізде болған жоқ еді. Өкінішке орай, мінекей бұл тек қана біздің елде емес, көптеген елдерде осындай жағдайлар болып жатыр. Осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының фатуасына түсіністікпен қарап, оны сыйлап, құрмет қылып жатқандарың үшін үлкен рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Иншалла бұл күнде өтіп кетеді деген сенімдеміз. Алла Тағала осы бүкіл әлемдегі қазір жасап жатқан дұғаларды қабыл етсін. Өздеріңіз көріп жатсыздар, қасиетті Меккеде имамдар, ол жердегі ғалымдар барлығы Меккеде де дұға жасап жатыр. Бүкіл елдерде муфтилер, ғалым ғұламалар, жамағаттар, шәкірттер барлығы әлемде дұғаларын жасап, Алладан жақсы күндерді сұрап жатыр. Сол біздің елімізде де өздеріңіз көріп жатсыздар, хатым құрандар оқылып жатыр, зікірлер айтылып, тахаджуд намаздарына тұрып, жамағатымыз, еліміз баршасы дұға жасап жатыр. Осы дұғалар қабыл болып, иншалла тезірек мына індеттен аман барымыз шығып, елімізде бір жақсы мамыражай уақыт орнап, барлығымыз мешітке аман есен жамағатпен намаз оқуға оралуды Алла нәсіп етсін. Және құрметті мұсылмандар, бұндай фатуалар тек қана біздің елде емес, өзіңіз білесіз, біздің көршілес ел Өзбекстан, Қырғызстанда, Тәжікстанда, Ресейде, Түркия елдерінде де осындай фатуалар шықты. Бүкіл елдер өзінің халқын аман алып қалу үшін барынша әрекеттерін жасап жатыр. Және осы кезде біздің осындай сын уақытында көптеген біздің жамағаттарымыз қайырымдылық жағдайларын жасап жатыр. Сауап істерін жасап жатыр. Өздеріңіз көріп жатсыздар, бір кісілер отбасымен үйінде отырып,
бетперде дейміз, маскаларды тігіп тегін халыққа таратып жатыр. Мешітімізде де кейбір біздің жамағаттарымыз сол маскаларды өздері сатып алып тегін таратып халыққа қайырымдылығын жасап жатыр. Азық-түлікпен қиналған отбасыларына, көп балалы отбасыларына, басқа да мұқтаж жандарға шамасы келгенше қайырымдылықтарын жасап, осы күндерде барынша сауап алуға тырысып жатыр. Алла тағала сол біздің бауырларымыздың жасаған тілектерін, сауапты істерін қабыл етіп, Алла оларға үлкен әжірлерін нәсіп етсін деймін. Және құрметті момын мұсылмандар, қазір осы халқымызды осындай жағдайлардан аман алып шығу үшін біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза өзі үлкен шараларды жасап, осы еліміздің аман болу үшін көптеген жұмыстар жасап жатыр. Президент әкімшілігі, өкімет, министрліктер, әкімдіктер жергілікті барлығы күндіз түні халық үшін қызмет жасап жатыр. Алла тағала оларға жар болсын дейміз. Алла әрбір істеріне жеңілдік беріп, жақсы жемісін, нәтижесін нәсіп етсін деп Аллаға дұға етеміз. Онымен қоса, құрметті жамағат, қазіргі кезде білесіздер, біздің медицина қызметкерлері, біздің дәрігерлер, медбикелер, Алла оларға разы болсын. Өздерінің жандарын осындай тәуекелге салып, біздің халқымызды аман алып қалу үшін күндіз түні қызметтерін жасап жатыр. Алла тағала оларға жар болсын деймін. Алла оларды қолдасын. Алла оларға күш-қуат берсін. Алла тағала сол ем жасап жатқан емдері сол қонып, біздің ауырып жатқан кісілеріміз тезірек айығып, жақсы болып кетуін Алла тағала нәсіп етсін дейміз. Құрметті момын мұсылмандар, біз осы жұма күні, дұға қабыл болатын күні, сол жасап жатқан қызметкерлер үшін көбірек дұға жасайық. Алла тағала оларды қолдап, Алла тағала оларға жеңілдік беріп, артының жақсылығын беріп, аман есен халқына қызмет жасап, барлық көмектерін жасап, халқымыз аман есен жақсы болып кетуін Алла нәсіп етсін деп дұғада болайық, құрметті ағайын. Ислам бұл тазалық діні. Құрметті момындар, бүгінгі біз жұма насихатында мен осы тазалықтың 5 түріне тоқталып кетсем. Бірінші ол дененің тазалығы. Білесіздер, біз 5 уақыт намаз оқимыз. Осы қолымыздан келгенше дәретімізді алып, әрқашан қазір біздің медицина мамандар айтып жатыр, күнделікті қолды жуу, бетті жуу, соған құлақ асып, қолымыздан келгенше тазалығымызды сақтайық. Барынша мұрнымызды шаю, ауызды шаю, бетті, қолды сабындап жууды қазір кезде жиі қолданайық. Екінші бұл киімнің тазалығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ақ киім киюді үндеген, білесіздер. Ақ киім киюді кигенді жақсы көрген. Қолымыздан неге себебі өткені ақ киім әрқашан көзге көрінеді. Сондықтан киімнің тазалығына біздің дініміз ерекше көңіл бөлген. Үшінші ол қоршаған ортаның тазалығы. Құрметті момындар, үйімізді таза ұстау, үй ауласын таза ұстау бұл дініміздің бұйырған амалдарының бірлігі. Төртінші бұл тамақ ішудегі тазалық. Құрметті момын мұсылмандар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, тамақтың берекеті тамақ ішердің алдында және тамақ ішіп болғаннан кейін қол жуу дейді. Тамақтың берекесі. Бізде білесіздер, қазақта тамақтан алдын қол жуамыз, тамақтан кейін қол жуамыз. Бұл да мінекей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті екен. Құрметті момын мұсылмандар, мінекей осы сүннеттерді әрқашан есімізде тұтып, тамақ жегенде тамақтан кейін қол жууды да ұмытпайық. Бесінші, тазалық күнәдан таза болу. Құрметті момындар, адам баласы екі тазалықта болады. Бірі ол тән тазалығы, екінші жан тазалығы дейміз. Бұл күнәдан тазалау деген бұл жан тазалығы, адамның өзінің ойын, жанын күнәдан таза ұстау. Қолымыздан келгенше Алладан кешірім сұрайық. Әрине, адам баласы болғаннан кейін адам қателеседі, білмей жасап қояды, кейде біліп жасап қояды күнәні. Біз барынша қолымыздан келгенше Алла тағаладан кешірім сұрайық, сабыр етіп, намаз оқып, Аллаға дұға етейік. Сонда иншалла Алла тағала сізбен біздің күнәмізді кешіреді. Күнә кешірсе адамның дұғасы қабыл болады. Дұға қабыл болғаннан кейін иншалла біздің жағдайымыз жақсы болатыны баршамызға белгілі. Жаратушы Жаббар иеміз сізбен біздің жасап жатқан дұғаларымызды қабыл етсін деймін, құрметті ағайын. Алла тағала бүгінгі күндегі болып жатқан сынақтың аяғы бір жақсылықпен аяқталуын Алла баршамызға
нәсіп етсін. Құрметті момын мұсылмандар, қазіргі жағдайда әрине әртүрлі пікірлер айтады, әртүрлі уағыздар айтатын кісілер болады, әртүрлі сұрақтарға әртүрлі жауап беретін кісілер болады. Ал енді біздің еліміз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар біздің елімізде. Ол жалпы осы ислам төңірегінде фатуа береді және уағыз айтып халыққа насихаттарын жеткізеді. Сондықтан құрметті момын мұсылмандар, әрқашан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының уағызын тыңдап, соған еріп бірлігімізді әрқашан сақтайық, құрметті момын мұсылмандар. Мінекей шариғатымызда біздің фатуалар бар. Әр елдің өзінің ғалымдары болады, өзінің еретін, ізінен ұйитын имамдары болады. Қазақстан елінде, жерінде ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, жергілікті жерлерде сол жердің имамдары. Аллаға шүкір, қазіргі кезде көптеген уағыздар айтылып жатыр. Біз муфтият тарапынан имамдарымызға ұсыныс жасап, өтініш жасап жатырмыз. Әр жерлерде уағыз насихаттар айтуы, қайырымдылық жасауы, дұға жасауы, жамағаттарға мынау онлайн режимде жаңағыдай уағыз насихаттар жүргізу, және де дұға жасау, тахаджуд намаздарында дұға жасау, мынау дұғаның қабыл болатын қасиетті күндерде дұға жасау. Қазір құрметті момындар, біз Ережеп айындамыз. Иншалла Шағбан айы келе жатыр. Кейін Рамазан айы келеді. Пайғамбарымыз салсам дұғасында айтады: "О Раббым, Алла Ережеп Шағбан айына, Шағбан Ережеп айын бізге берекелет. Рамазан айына аман есен жет" деген дұғаларды бізге пайғамбарымыз салсам үйреткен. Көбірек дұға жасайық. Алла тағала осы екі айға береке бер. Қасиетті Рамазан айына аман есен жетуді Алла тағала өзің нәсіп ет деп Аллаға дұға етейік, құрметті момын мұсылмандар. Сонда иншалла біздің дұғамыз қабыл болса, Алла тағала сіз бен біздің өміріміздің иншалла жақсы болуын нәсіп етеді. Алла барлығымыздың дұғамызды, тілегімізді қабыл етсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, мұсылмандар аман болсын. Құрметті момын мұсылмандар, әрқашан мейірімді болайық бір-бірімізге, қайырымдылықты көбірек жасайық, түсіністікпен қарайық, әрбір іске сабыр етейік, құрметті момындар. Алла субханалла қасиетті Құранда айтады: "Мен сабыр қылғушылармен біргемін" дейді. Әрбір жағдай ол Алланың әмірімен болады. Ал енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы фатуа шығарғаннан кейін ол фатуа үшін Алланың алдында жауап береді. Сондықтан құрметті момындар, осы фатуаға еріп бірлігімізді сақтайық, дұғада, сабырда болайық. Әмин. Жаратушы Жаббар иеміз баршамыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін. Алла тағала халқымызды аман етсін, халқымызға бірлік, ынтымақ нәсіп етсін. Әрқашан жақсылықта болуды Алла нәсіп етсін. Алла тағала сіз бен біздің халқымыздың біліп-білмей жасаған күнәларымызды кешірсін. Жаратушы Алла тағала, өзіңе сыйынамыз, өзіңе жалбарынамыз. Раббым, бізді өзіңнің тура жолыңа баста, тура жолыңнан адастырма. Раббым Алла тағала, өзімізге, отбасымызға, бала шағамызға, ағайын туысымызға, көршілерімізге Алла тағала амандық бер, ауызбіршілік, ынтымақ бер. Халқымызды Алла тағала бәле-жала апаттан сақта. О Раббым Алла, тіл көзден сақта, ауру сырқаудан сақта, табиғи апаттардан Алла тағала өзің сақтай көр. Біздің елімізге, халқымызға нұр рахматыңды жаудырып, ынтымақ, береке, ырыс несібе Алла тағала өзің нәсіп ет. Алла тағала біздің қалаларымызға амандық, әминдік, құт, береке, ырыс несібе өзің нәсіп ете көр. Уа ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил алемин. Аллаху акбар.